Шариғатымызда парыз амалды орындауға мүмкіндік ашатын амал парыз үкімін алады. Дәл сол секілді харам амалды орындауға мүмкіндік ашатын амал да харам үкімін алады. Ендеше мынау алдымыздағы Валентин күні жастарымызды некесіз қарым-қатынастарға бару немесе сол секілді көптеген әдепсіздіктерге баруға жол ашатын болса, ендеше бұл шариғатымызда құпталмайтындығы. Өкінішке орай, қазір біздің жастарымыз Валентин күнін тойлау дегенді алға шығарыпты. Ал мен өз басым түгелдей бұл қозғалысқа қарсымын. Ұятты қолданатын жер осы жер еді. Осы Валентин күні еді. Ей, жоламаңдар қыздар, аға мен қарындас бір-біріне жабысып аймаласып жатады. Сол неше түрлі әрекеттің бәрі болып жатады. Арақ-шарап тасып жатқандар, отырыс ойластырып жатқандар, бір-біріне қандай бір сондай бір арсыздық, жыныстық, ұятсыздыққа баратын нәрселерді ойластырып жатқан жастарды, тіпті үлкен кісілерді де көресің. Олардың негізгі мақсаты жастарды сол мына бір атауменен санасын ұлау, жан дүниесін ылайлау. Өйткені сол Валентин деген күн аталуы мемлекеттік сатыда бұл бекітілген күн емес. Жалпы осы ортадағы бір ағымдармен келіп тыңып атқан санаға сондай бір қаралы күн десе де болады. Жалпы шыны керек Валентина деген күнді өзіміз кезінде тойладық, енді балалықпен, емеспен. Шынында да қазір естіле келе оның дұрыс емес екенін, бізге бір тиынға қажет жоқ екенін мен өзім түсіндім. Қазір біздің жастарымызға да ол мүлдем керегі жоқ. Мынау жаңа ол күнді ойластырып жатқан адамда қылмыскер сияқты, тіпті соны сатып, жаңа конверттер сатып, сондайға шақырып жатқан адамдар бір қылмыскерлер сияқты көрінеді бізге. Өйткені осы қазаққа бір жамандық ойлап жатқан адамдар сияқты. Өйткені сол күні біздің тегімізге балта шауып, ары қазақ деген емес, бұл бір қарсақ деген бір жаман бір ниетті адамдарға айналған сияқты. Ол қыз тәрбиелеп отырған ата-ана ретінде де, әнші ретінде де, азамат ретінде де осы Валентин күніне бір қарсымын. Қазақтың махаббатын Европаның шаттығымен шатастырмауымыз керек ағайын. Сондықтан да мен жастарға, болмаса барлық өзіміздің қандастарымызға айтарым, өзіміздің төл мерекелерімізді адамға рухани азық беретін, адамды тура жолға салатын осындай кереметтей өзіміздің мерекелеріміз бар ғой. Сондықтан да сол мерекелерді тойлар. Бұл Валентин шынымен әулие ме? Қайшы емес пе салтыңа, мәңгиеңе, арамдатып ақ жолдан жатқан жоқ па кер әсерін тигізіп тәрбиеге? Айдарыңнан неліктен желеспей жүр, бағынды оңай неліктен белескей бір? Валентинді соншама тойлайтындай бабаңнан қалған дәстүр емес қой бұл. Үлгі тұтпай, ұятты ізганана, қырық үйден тия алмай қыз баланы, жолға тастап сәбиін кететұғын көретін болдық бүгін жүз қараны. Некесіз жарғып жүрсең ұнағанын, ар ұяттың тағынан құлағаның, азаматтық некеде жүрген жандар білмей жүрау батарын күнәға мың. Бәр осының кесірі білсек егер, құзырет жоқ, уақытпен жыл шегерер, Валентиннің тарихын біле тұра хақымыз жоқ енді бұл дүмшегерер. Жақыныңа үлгі боп жаныңдағы, жұрттың бұдан жөн болар арылғаны, аттамайтын дінінен, дәстүрінен, қасиетті сақтай біл қаныңдағы.